Көптен күткен видео. Сәлем достар, сіздің бірі Санчо, яғни Шаңғыт сағыныш. Бүгін достар, бүгін деген қорытынды туралы айтатын боламыз. Қорытынды деген әр жыл сайын традиция болып қала беретін сондай рубрика. Оны мистер Прикольчик дамытты. Енді мистер Прикольчик оны дамытқаннан кейін, уже видео түсіргеннен кейін көп ютуберлер түсіріп бастады. Осындай негізі видеолар мен үшін ұнайды. Енді видео бастамастан бұрын достар лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Қара кнопканы тырыстып бас жеріңіздер. Болды сол кезде кішкене жақсы болар еді, уютно болар еді. Жарайды достар, бастайық. Енді осы жылдың басталуы достар, басталуы ол бөлек деп айта аламын. Басталуы, негізі осы жылдың басталуы негізі Gold House деген бір хаус болатын достар. Енді мен сол Gold House арқылы Gold House'ға кірдім. Ол Нұрислам деген бала болатын. Мен ол кезде енді дамып жатқам ютубтан. Сол кезде бір видеоны көрім. Ол дейтін бала айтады, достар, хаус ашылды, кіресіңдер ма? Мен неге кірмеске, кіре салайын дедім. Енді жүрдім. Ішінде көп адаммен таныстым. Енді оның ішінде ең жақсы адамдар Данчо мен Нұрислам, Алихан. Сол үшеуінен басқа ешкім жақсы емес. Енді сол үшеуінен басқа ешкім жетпейді Gold House'та адамдар. Ал тағы басталуы, яғни мен 31 желтоқсан Ақтау кетіп қалғам. Сол кезде 3 қаңтар үйге келетінен, негізі 3 қаңтар керісінше барып, 5 қаңтар митинг басталған кезде 17 күн бойы сол жерде отыратынын. Ой-ой, неге басым жетпеді соған. 3 қаңтар бара салуым керек еді. Жарайды. Енді митинг туралы айтайық, достар, бастады, жаңа өзен бастады, соғын Алматы аяқтады, короче, жаман болды. Енді митинг құдай сақтады, көп адам, кейбір адамдар қаза тапты, тие берсін. Енді бірінші жетістігімізді айтайық. Бірінші жетістік, достар, көп адаммен таныстым. Яғни осы жылда, мен мысалы сен шектепте енді қалай, мысалы өзімнің мектебімдегі адамдармен көп адаммен таныстым. Енді 5-ші класстан болған соң енді көп адаммен танысасың ғой, баста баяндауыштан кейін. Сосын тағы лагерден таныстым, Gold House'тан таныстым, тағы да басқа жерлерден таныстым, достар. Енді оның ішінде ең жақсы сол баяғыдай Нұрисламмен кейбірге сөйлесіп тұрамыз. Енді ноябрьден, қарашадан бері сөйлеспедік онымен. Келесі жетістігім, достар, енді әрдайым, әр жыл сайын адамның ютуб түсіргенімен әрдайым оның монтажы дамып тұрады. 2022-нің басталғанында мен вообще жаман монтаж еді. Тек просто монтаждап сала беретін едім. Енді монтажым қазіргіге қарағанда 1000 есе артық. Енді монтажым тағы монтаждан дамыдым. Енді үлкен өзгерістер, келесі жетістігім, достар, үлкен өзгерістер деген қалай? Достар, енді үлкен өзгерістер, енді адам әр жыл сайын өзгеріп тұрады ғой. Енді біреулер кіші болатын болса, үлкен болып кетуі мүмкін. Мысалы мен 2020 мен 2021-дің арасына көшкен кезде менде кішігірім өзгеріс болатын. Сол өзгерістік мықтылық, енді жақсы оқу, сол болатын, бой болатын. Сол 2021-ден 2022-ге көшкен кезде, достар, өте көп болды. Ең күшті жылдардың бірі өтті осы жыл. Сол өзгерістер. Мысалы басында январь, қаңтар, ақпан дейтін айларда менің шашым тоқырбас болатын, достар. Тоқырбас, бойым қазір 152, достар, альхамдулилlah. Енді қазір 152. Сол басталған жылы 143 па, 144 па сондай болып тұрды. 143 9 сантиметрге өсіп кеттім, достар. Бір бас қопайды, бір бас надай. Тағы да басқа даусым өзгеріп кетті деуге де болады. Басында баланың даусы болады, енді содан кейін өзгеріп кетеді.
енді адам дамып енді өзгеріп жататын болса дамиды дейді ғой. Адам бір қалпында тұра бермейді, адам дамиды. Адам сөйтіп өзгеріп жатса, ол дамып жатыр деген сөз. Енді келесі жетістікті айтайын. Келесі жетістігім достар, видеода опыт. Яғни енді видео деген әр жыл сайын видеода опыт болады, дамиды адам, идея бәрін айтады да. Енді бастысы идея ғой, видеода монтаж емес, идея ғой бастысы. Енді мен кішкене опыт алдым деуге де болады. Опыт емес, үйрендім деуге де болады. Монтаж, видео. Енді осындай видеодан опыт алдым. Рахмет осы. Көбінесе мистер Прикольчикке рахмет, осы жылда маған көмектесті. Сол жеткен жетістіктерге мен де неге жетіп көрмеске дедім де, жетіп көріп жаттым, сөйтіп көрдім. Әйтеуір монтаждан кішкене ерінбеуге тырыстым. Пазлға рахмет. Ана документальный фильм бар емес пе, ана Бержанның түсірген. Содан кішкене неден болды. Бірақ енді айтайын достар, енді онша қатты опыт алдым ғой, тек опыт. Ол үйрену, күшті үйрену емес. Келесі жетістігіміз достар, ол шахматтан даму. Яғни достар, мен сол кездері мен сәуірлерде сабақ біткенге шейін мен дейтін шахматтан қатысып жүрдім. Шахматтан енді шахмат наурыздарда қызық болып жатты. Енді сабақ бітейін деп жатқан кезде уже маған қызық емес болмай кетті. Себебі мен футболға қызық біткеннен кейін ба уже қызық емес екен. Енді шахмат, енді адам дейтін бір қалыпта тұра бермеу керек, өзгеру керек қой. Сондықтан мен шахматты әзірше қоя тұрдым. Негізі шахматтан да көп жетістіктер алдым, диплом алдым. 5-6 диплом бар. Осы жылда шахмат көмектесті, басқа ештеңе көмектескен жоқ маған. Шахматқа үлкен алғысымды айтамын. Енді шахматпен осы жыл қоштаса тұрдым. Енді келесі жыл шахматтан жетістікке көп жетейік. Ертең өзі жарыс болайын деп отыр. Сол жарысты сіздерге келесі традицияда айтатын боламын. Келесі жетістігіміз сабақты 4-пен бітіріп 100 подписчикке жеттім. Яғни достар, енді мен дейтін 4-пен бітірдім. Айтады ғой, мен әжем айтқан, басқа әжелерді айтқан, 4 бастауышта уже адамдар енді 5-ке шығып жүреді. Ал баяндаушта уже адам бұзылып кетеді. Енді ол шын екен. Мен 2-дегі түсіп қалдым достар. Мен бұрында 5-ке оқитынын, күшті оқитынын, бірақ қазір түсіп қалдым, білмеймін. Сабаққа көп қызық баған соң ба, вообще басқа жаққа айдала қарап жүрген соң мен вообще қызықпай кеттім. Сөйтіп 4-ке жетіп алдым. 4-ке кетіп қалдым. Сөйтіп жүріп, сол жас басталмай тұрып достар, мен 100 подписчикке жеттім. Основной каналымда, менің бұрында основной каналым болатын. Сол основной каналымда кайфпен отыратын едім ғой. Сол основной каналымда енді 135 подписчикпен кетіп қалды. Кішкене қайғылы болды. Достар, сол историяны айтып берейін. Менің основной каналым болатын достар. Сол основной канал бұрында жоғалып кеткен, сол кезде қатты тиген маған. Енді 100 подписчикке жету деген қиын ғой енді. Алладан тіледім, қадір түнінен тіледім достар. Келген жаңа жылдарыңызбен достар, 2023 жыл құтты болсын достар. Келесі жылы күшті жыл болсын. Жарайды, енді мен бастамасын айтып қойдым. Соңғы жағын айтып қойдым. Достар, келесі жетістігім, мен яғни новый канал аштым. Новый канал дегенде қалай? Новый канал ше? Осы каналды аштым мен достар. Енді ол жетістік деп айта алмаймын, бірақ рабочий стол жетістік деп айта аламын. Достар, қарап көріңізші, андай храма кей, тағы басқа орынды, тағы декорация ретінде тағы да заттар. Сондай заттарды сіздер үшін ұйымдастырып қойдым. Енді ол қазір мен үшін керек емес болып кетті, себебі жазда еді ғой мен істеген, ол кез жып-жылы. Ал мен бұл жерде қазір қатып қалым, мен шын айтайын. Достар, енді рабочий столды ана жерде түсіре алмаймын енді. Енді жазда бір түсірем, көктемдерде бір түсірем, қыстарда бір түсірем, білмеймін.
Әйтеуір бұйырса сол жерде видео түсіруге тырысамын достар, қалың киініп алып. Келесі жетістігім достар, мен арықтадым. Яғни достар, наурыздарда мен даже майым өте көп болған, соншалықты даже қарным да болды ғой. Қарын деген кайфпен жүресің ғой дейді. Не болды? Excuse me brother. Сөйтіп жүресің. Короче, мен өзіме кішкене ұялдым да, сосын неге майда арықтамасқа дедім де, сөйтіп спорттар, тағы басқа заттар істеп бастадым. Енді ол видеоға түсірмедім мен. Бекзат Аглаев, вообще Бекзат ағамнан үйрендім. Бойымның ағама көмектеседі ғой. Емай, іштегі майды қалай кетіріп тастаған қараңдар. Емай. Бекзат аға қазір түсірмей кетті, бірақ Бекзат ағама рахмет. Соның арқасында дәл осы жерде, ана жерде, дәл осы жерде мен дейтін оттым ғой, короче, приседания жасадым, отжимания жасадым, пресс жасадым, вообще сөйтіп арықтап алдым жазда, бірақ сентябрьда қайтадан семіріп кеттім, мен семіретін кез ғой. Бірақ ноябрьде қайтадан сол арықтап несен, әйтеуір сөйтіп арықтап алдым тағы да. Енді қазір нормально деп айтуға болады, бірақ кішкене майым бар, майым бар. Міне бар. Келесі жетістігім достар, сол новый каналда, осы каналда ашқаннан кейін мен әртүрлі форматты видеолар түсірдім. Негізі основной каналымда тек қана не ғой? Let's Play, тек ойын. Ал мына осы каналда мен дейтін енді жақсы болып қалдым, кішкене өзіме актер ретінде не алдым, короче, опыт алдым өзіме. Енді челлендждер, тағы басқа скетчтер, Let's Play, түсіндіру видеолары, факт видеолары. Короче, сөйтіп әртүрлі форматта осы жыл түсірдім. Негізі адамның өзінің адам қарайды, жылын қалай өткізген. Мысалы, мен кино қарап өткіздім. Осылай жыл тез өтіп кетті мен үшін. Келесі жетістігім достар, Алматыға қашып кеттім. Яғни мен лагерге барғанмын. Лагер дегенде қалай? Лагерге бардым. Сол жердің красотасын. Сол кезде шаққа 3-ші рет отырып отқанмын. Ал қайтқан кезде 4-ші рет болады. Ал мен сол кезде 3-ші рет отқан кезде скат деген бір жаман бір бұрындағы сондай бір басқа самолет болатын да. Сонымен ұшқан кезде вообще некомфортность болды да. Сондықтан мен сол кезде минус баға беретін едім скатқа. Негізі обновление жасауға болады ғой скатқа, жақсылап тамақ беретіндей тегін. Енді Алматыға қаштым деген. Сол Алматыда енді сол көп адамдармен таныстым. Сөйтіп көп адаммен таныстым. Тағы да басқа воздушный шарға отырдым. Тауға бардым, бассейнге түстім. Достар, осы лагерь күшті ше, мен үшін ең күшті зат. Енді Алла қала, енді бұйырса 23-те қайтадан баратын болам. Мен влог түсіретін болам, влог түсіретін болам қайтадан. Енді жетістік деп айта алмаймын, енді көп адаммен опыттарымды айтып отырмын. Келесі жетістік па, үйрену деп айтайын. Келесі үйренуім, ол Алматыдан келгеннен кейін мен 2 апта бойыма, 3 апта бойыма, или 1 ай бойыма видео түсірмедім. Яғни видео дегенде қандай видео өте қиын болды мен үшін. Жалғауланып жүрдім сол кезде. Видео түсіргім келмеді. Сол кезде еще аулада сыпырып, анау-мынау жүрдім ғой. Сол кезде сөйтіп жүрдім, короче, видео 2 аптада, 3 аптада шықпады, 1 айда емес шықпады. Әйтеуір сөйтіп бір видео шығардым, ағаммен видео. Келесі жетістік па білмеймін, енді үйрену шығар, бұл да опыт па. Сөйтіп жүріп Шерқаланы да көріп шықтым ғой. Шерқала тауын білетін шығарсыздар, Маңғыстаудың ең әдемі жері. Шерқала туралы кім біледі, сол лайк бассын достар. Шерқалаға барып келдім. Сол кезде Ниваның күшін көрдім ғой мен, күшін. Мықты күшін көрдім ғой мен.
сол кішін көргеннен кейін, яғни Нива деген Lamborghini ғой. Lamborghini жолда қатты жүретін болса, Нива деген андай бытыш жолдарда күшті жүреді. Енді келеш жетістік деп орташалау айта алам. Себебі бұны үлкендер еститін болса, кумаш дейді. Ал кішкентайлар еститін болса, енді 11 жасында адам дейтін үйде жалғыз қона алмайды ғой. Bir түн, 2 түн, 3 түн сөйтіп қона алмайды ғой адамдар. Балдар дейтін, кішкентай балдар. Ал мен қондым сөйтіп. Достар, енді жетістік деп айта алам ба білмеймін. Енді сол кездегі немді айтайын. Қондым дегенде өзің жалғыз үйде қалған кезде видео түсіресің. Негізі мен сол кезде қалған кезде видео түсірмедім, достар. Видеода түсіргім келгенде жоқ, ерініп жүрдім. Сол күндерде мен демалысқа арнадым. Тек ASMR түсірген шығармын, басқа түсірген жоқпын. Яғни достар, мен ASMR арқылы дамып кеттім. Осы жетістік деп айта аламын. ASMR база жоқ, ана жерде. Сөйтіп ASMR-дан да дамыдым. Келеш жетістік деп айта аламын. 1 сентябрьде өзің класстастарың көресің, қуанасың. Мен мысалы көрдім, қуандым, сабақтан дамыдым, достар. Мен айттым ғой, 5-ші класста мен 4-ке кетіп қалдым деп. Қатта түгел сабақтан. Енді орыс тіл шығар кетпеген. Ал басқа сабақтардан кетіп қалдым, 4-ке кетіп қалдым. Bir 3 сабақ болсын жөнделді ғой, бір хотя бы. Ол 3 сабақты айтайын. Дүниежүзі тарих, Қазақстан тарих, жаратылыстану. Осы 4. Енді орыс тілден түсіп қалдым қазір 4-ке. Яғни 3 пәннен мен 5-ке шығып кеттім. Енді жетістік деп айта аламын, достар. Қазақстан тарихы ең қиын сабақтардың бірі ғой енді. Келеш жетістігім, достар, мобилография. Мобилография, достар, яғни мен мобилографиямен айналысқан болатынмын. Тек бірақ видео түсіргенмін. Вообще сол историяны айтып берейін. Сол кезде мен достарыммен, 2 досыммен, Ерхан және Сүндет деген достарыммен мобилографияға кафеге түсіп берейін. Анау менде сол кезде желание дейтін ұрып тұрды сол кезде. Келеш жетістігім, достар, қайтадан монтаждан дамыдым. Достар, енді монтаж деген болады ғой. Монтаж деген әрдайым ай сайын дамып тұрады ол. Монтажбен дамып жүр, әрдайым дамып жүр. Кішкене бір опыт алуға тырыс, достар. Енді эффект жағына дамыдым. Келеш жетістігім, достар, ол деген футбол. Футболдан, яғни достар, мен дамыдым деуге де болады. Футбол енді футболдан дамыдым. Достар, мен көп видео түсіре алмадым осы жылы енді футболдан. Енді бұйырса енді 2023-те түсіруге тырысатын болам. Соны YouTube-қа салып влог ретінде түсіріп қоятын болам. Жарайды, енді достар, футболдан яғни мен финттер үйрендім, орташа финттер, қайын финттер, оп-оңай финттер үйрендім, алдасу үйрендім, очкодан өткізу үйрендім. Сөйтіп футболы үйрендім. Келеш жетістігім, достар, TikTok түсіріп, TikTok-тан дамыдым. Яғни TikTok осы монтаждар TikTok арқылы дамыттым мен. TikTok-қа көп айтам, TikTok арқылы дамыттым, басқа ештеңе арқылы дамытқан жоқпын. Ол видеолар рекке кірмегенімен нормальный 500 просмотр жинап тұрса, тек соңғы бір мистер прикольчикті жинаған жоқ. Енді TikTok-тан даму қиын ғой. TikTok деген сені активный қылып жүреді ғой. Жарайды, енді TikTok-тан дамыдым деуге де болады. Сөйтіп монтаждан дамыдым. Келеш жетістігім, достар, рэп жаздым. Рэп дегенде қалай? Енді оны жетістік деп айта аламын, себебі рэпті көп адам жаза бермейді, достар. Рэп жаздым. Оны әзірше ештеңе жерге шығарған жоқпын. Ертең 23-де шығармын. Келеш жетістігім, сөйтіп сабақ оқып жүріп, сөйтіп географиядан да дамып кеттім. Яғни осы жылы мен көбінесе география мен Қазақстан тарихтан дамып кеттім. Енді география оп-оңай сабақ дейді. Бірақ достарымның айтуы бойынша керісінше жаман сабақ дейді. Достарым айтады, болмайды, керек емес ол. География жаман дейді. Енді мен 6 оқимын, 7-ші класс оқитын достарым бар. Келеш жетістік YouTube хабары, яғни YouTube-дан мен
100 лайкка және 10 мың просмотрға жеттім. Яғни ол дейтін мына видеоның арқасында достар, осы видео Нұрлан болмағанда мен вообще 100 подписчикке жетпейтінен, мен қазір 100 подписчикке ең жетіп ататынен. Нұрланның осы видеоның арқасында мен жалпы дамып кеттім. 300 подписчик база жоқ, 235 подписчик жинап берді маған, база жоқ. Респект. Енді жетістіктерім бітті деп ойлаймын. Енді осы соңғы достар, осы жылда үйренгенім тек сабақ оқыңыздар. Сабақ или бірдемеден дамыңыз. Соны түсіндім достар. Осы жылы, енді келесі жылы достар, көп жетістікке жетейік. Сіздер де жетіңіздер, мен де жетейін, иншаллах. Жарайды онда достар, подписаться етіп, лайк басып жіберіңіздер. Енді көптен күткен 23 тез өтіп кетті. 2022 тез өтіп кетті. Мемдері де күшті болды, өлеңдері де күшті болды. Жарайды онда достар, сіздермен Санчо, давайте, пау.